Қайырлы күн достар, сіздермен осындай небәрі шик қызылшамен сәбізден өте керемет дәмді болып шығатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңыз келген жағдайда тез теркадан өткізіп дастарханға қоюларыңызға да болады. Я болмаса түскі ас, кешкі асқа жасап көрсеңіздер де болады. Өте керемет пайдалы салат, дәмді болып шығады. Бізге осындай үлкен қызылша мен сәбіз керек болады. Я болмаса 300 грамм қызылша, 200 грамм сәбіз алсаңыздар да болады. Қызылшасы мол болған сайын өте әдемі болып көрінеді. Осылай корейская теркадан өткіземіз. Кез келген теркадан ірі өткізе берсеңіздер болады. Болмай қалған жағдайда негізі осылай корейская теркадан өткізсеңіздер әдемі болып көрінеді. Ұзын болып. Қызылшамызды өткіземіз. Мен ірісінен алдым. Корейская теркадан өткізіп болдық қызылшамызды. Осылай екі орташа кішкентайлау сарымсақ алдым да жақсылап майдаладым. Молдау қылып алам десеңіз, мөлшерін көбейтсеңіздер де болады. Мап майда қылдым осындай. Молдау кен ыдысымызға осылай салдым, араластыруымызға да ыңғайлы болу үшін. Сарымсағымызды саламыз, манағы майдалаған. Шамалы тұз саламыз. Қара бұрыш салуға болады. Мен мына жерде зәйтүн майын қолдандым. Сіздер 40 грамм сұйық майымызды алып, қыздырып, газымызды құюларыңызға болады. Сол кезде ерекше дәм береді. Жуа салсаңыздар да болады. Укроп, петрушка салып жасасаңыздар да болады. Мен бірақ қосқан жоқпын. Осылай қолымызбен жақсылап былғап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де әдемі, дәмі де керемет, өте пайдалы, ағзамызға салат, дәруменге толы. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып, менің рецептерімді жіберіп алмас үшін. Ас болсын, сау болыңыздар, өте керемет дәмді салат жасап көріңіздер.